Сәлем достар, сіздермен бірге мен Асел қысқа арнап свежий салат дайындайтын боламыз. Олай болатын болса, каналымнан алыстамай видеоны толық көруге кеңес беремін. Міне, салатымызға арналған көкөністердің барлығын алдын ала жақсылап тазартып дайындап алатын боламыз. Мен қажетті көкөністердің барлығын описанияға қалдыратын боламын достар, сол жерден қарасаңыздар болады. Міне, ең алдымен қырыққабатымызды тураймыз. Барлық көкөністердің барлығын реттілік бойынша турап алатын боламыз. Және де бір ыдысқа жинақтаймыз. Ыдысымыздың мол, кең болғаны жақсы. Араластырған кезде еркін түрде араласқан жөн. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться деп аталатын қызыл кнопкамен жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар достар. Көкөністердің барлығын дәл осылай реттілікпен турап шығатын боламыз. Бұл салат өте жеңіл, әрі дайындалу жолы да ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені барлық көкөністердің барлығын турап банкаға жаба саламыз. Және бұны қыста рахаттанып тұрып жейтін боласыздар достар. Міне, кезек қиярымызды орташа қалыңдықта дөңгелектеп турап алған болатынмын. Міне достар, қызанақты мен көлемді қылып турадым. Бұдан кішілеу қылып турасаңыздар да болады. Бұл ешқандай маңызды емес. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша бөліктерге бөлсеңіз болады. Және де бір ащы бұрышты қосқан болатынмын. Өте жіңішке етіп турадым. Енді келесі сәбізді корейский салат жасауға арналған үккіштің көмегімен өткіздім. Сәбіздер салатымызға ерекше көрініс беретініне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шығатын болады. Енді ас көктерімізді турап аламыз. Мына сабақтарын алып тастаған болатынмын. Енді осы ақ желкемменен укроп қосқан болатын, яғни петрушкамен укроп қостым мен. Енді осыларды жақсылап тураймыз. Достар, мен сарымсақты үккіштен өткізген болатынмын. Енді 3 ас қасық қант қосамыз. Және 2 ас қасықты толтырып тұз қосатын боламыз. Және 70% уксус, яғни сірке суы, оны мен 3 ас қасық қосқан болатынмын. 3 ас қасық. Және де 1 кесе иіссіз сұйық май қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Міне достар, неткен әдемілік. Осылай араластырып, салатымыздың бетін жауып 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Және достар, сол 2 сағаттың ішінде әр жарты сағат сайын салатымызды араластырып тұруды ұмытпаймыз. Жақсылап тазаланған, жуылған, стерилденген банкімізге салаттарымызды саламыз. Және де осылай қасықпен тығыздап салатымызды молынан салатын боламыз. Салатымыздың суын осылай банкілерге бөліп құйып шығасыздар. Енді достар, қазанымызға мата сүлгі төсеп, банкаларды саламыз. Және де осы қазанымызға су құятын боламыз. Суды қайнаған кезде тасып кетпейтіндей болса,
болғаны өте қатты толтырудың да немесе тым аз болудың да қажеті жоқ. Не, суымызды отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін 15-20 минут көлемінде тағы да қайнатып аламыз. Енді достар, осы банкымызды закрывашканың көмегімен банкалардың қақпағын жауып шығатын боламыз. Сіздерде қысқа жауып алатын болсаңыздар, қыс мезгілінде рахаттанып тұрып жейтін боласыздар. Міне достар, біздің салаттар дайын. Сіздерде қысқа дайындап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.